Қаракесек қазақ рэп өнеріндегі ең ықпалды әрі ерекше орындаушылардың бірі. Ол өз аудиториясын табиғи болмысымен, шынайы лирикасымен және ауыл иісін сақтаған әуендерімен жаулап алған. Бүгінде оның шығармашылығын тек жастар ғана емес, ересек буын да сүйіп тыңдайды. Ауылдың қарапайым баласы болған Қаракесек, шын аты Амантаев Омар Қайратұлы. 1994 жылдың 17 қазанында Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Шыңғырлау ауылдарында дүниеге келген. Балалық шағында отбасымен бірге Ақтөбе облысына қоныс аударады. Омардың өскен ортасы шағын ауыл. Сол ортада ол өмірдің нағыз шындығын, еңбектің дәмін, қарапайым адамдардың тағдырын көріп өсті. Мектепте үлгерімі орташа болғанымен, ол музыка мен поэзияға ерекше қызығушылық танытты. Жастайынан қазақ рэпінің алғашқы буын өкілдерін Казак, Джаяд отбасын тыңдап шабыт алған. Алғашында ол интернет арқылы веб-камерамен өз бөлмесінде шағын тректер жазып жүрген. Уақыт өте келе бұл қызығушылық үлкен мақсатқа айналып, 2011 жылдан бастап өз авторлық тректерін жазуға кірісті. Сол кезде ол өз тегін негізге алып, Қаракесек деген лақап атты таңдайды. Бұл есім оның түп тамыры мен тектілігін, ұлттық болмысын білдірді. Бірақ ол кезде рэптен табыс түспейтін. Сондықтан күнкөріс үшін вахтаға кетіп, ауыр жұмыстар істей жүріп, шығармашылығын тастамады. 2012 жылы алғашқы тректерін жазып, Батыс қырандары West Eagles атты жергілікті топ құрамында өнер көрсетті. Сол жылы Жүректен және Жанға жайлы атты алғашқы 2 альбомын шығарды. Туындылары негізінен ВКонтакте желісінде және сол кездегі аз танымал музыкалық платформаларда тарады. Кейіннен ол Legend тобының мүшесі ретінде жаңа туындылармен сахнаға қайта оралды. Бастапқыда көп танылмағанымен, оның еңбегі мен табандылығы өз жемісін бере бастады. 2013 жылы ол қазақша рэп батылдарға қатысып, финалға дейін жетті. Бұл кезең Омардың өз стилін қалыптастырған, тәжірибе жинаған, әрі өзіндік қолтаңбасын айқындаған уақыты болды. 2015 жылы ол шығармашылық жаңа кезеңге өтті. Жүріп ұмытпадым, жүрегім, мейлі, уақытша ол кетті, жасыру қиын сияқты тректері тыңдарманға жол тартты. Бірақ Қаракесекті бүкіл елге танытқан туынды, бұл әрине Аспан әні. Бұл трек арқылы Қаракесек тек рэпер емес, қазақ қоғамының жанын түсінетін, өмірдің қарапайым шындығын өлеңге айналдыра білетін лирикалық суреткер екенін дәлелдеді. Оның ерекше стилі, лирика мен философияның үйлесімі. Омардың әр әнінде өмірдің мәні, сағыныш, жүректегі жара мен үміт айтылады. Сол себепті жастар оның әуенінен өз ойын, өз сезімін көреді. Осыдан кейін ол көптеген рэперлермен бірігіп, 100-ден астам бірлескен трек, фит жазды. Батыс Қазақстан мен өзге де өңірлерді аралап, концерттер беріп, өз тыңдармандарымен тікелей байланыс орнатты. 2016 жылы Қаракесек үшін табысты кезең болды. Бетон, Ақпан, Қайырылды мән сияқты әндері хитке айналып, ел арасында кеңінен таралды. Сол жылы ол Шәмкен Грак және Мәжи атты рэперлермен бірігіп жалған әнін жазды. Бұл туынды жылдам тарап, әлеуметтік желілерде хит болды. Жыл соңында танымал пабликтердің мәліметіне сәйкес, Қаракесек жылдың үздік рэп орындаушысы атағын иеленді. Омар белсенді жұмыс істеп, ай сайын жаңа трек шығарып отырды. Бір сұхбатында ол былай деген: жақында жаңа альбом шығарам. Егер ол халыққа ұнаса, жалғастырам. Ал сәтсіз болса, бұл бағытпен қоштасамын. Бұл сөздерден кейін тыңдармандары оның жаңа альбомын асыға күтті. 2017 жылы көптен күткен «Аз» атты альбом жарық көрді. Жинақтағы «Аспанның жарлығы», жаздан кейін «Зая» сияқты туындылар тыңдарман көңілінен шықты. Альбом қазақстандық музыкалық дүкендерде сатылымға шықты, ал тұсаукесер концерті бірнеше өңірде өтті. Омар қарапайым ауылдан шыққанымен, еңбегімен, табандылығымен, рухымен биікке көтерілген тұлға. Оның өмір жолы көп жастарға үлгі. Ол дәлелдеді: егер сен өз арманың үшін күрессең, ауылдан шықсаң да әлемге естіле аласың. Қаракесек қарапайымдылығымен ерекшеленетін, көп сөйлемей-ақ ісімен дәлелдейтін өнер иесі. Ол сахнада өзін аса көрсетпей, тек әнімен халықтың ықыласына бөленіп келеді.
Бір қызығы, гастрольдік сапарларда ол көп әртістер секілді үлкен топпен емес, кейде жалғыз өзі, тіпті таксимен немесе автобуспен келесі қала мен ауданға жолға шығып кете беретін болған. Оның осы қарапайым мінезі тыңдармандарына одан сайын жылы әсер қалдырады. Сол кезеңде Қаракесектің әндері базарларда, таксилерде, тіпті радио толқындарынан жиі естілетін болды. Журналистер бірнеше рет одан сұхбат алуға тырысқанымен, тұйық мінезді Омар ашылып көп сөйлемейтін. Сондықтан да тыңдармандар үшін Қаракесек әрдайым жұмбақ әрі қызықты тұлға болып қала берді. 2017 жылы жарық көрген «Өзің білсең, өзіңізден» және «Қадіріңді біл» тректері ел арасында тез таралып, хитке айналды. Сол жылы «Бір түнгі Ақтөбе» әні де ерекше танымалдыққа ие болып, тыңдарманның ықыласына бөленді. Дәл осы жылы, қарашаның ортасында Омар өмірінің жаңа парағын ашты, сүйіктісі Альбинамен шаңырақ көтеріп, туған ауылында шағын той өткізді. Бұл жаңалық көпшілікті таңғалдырды. Тіпті кей тыңдармандар енді әндерінің бәрін әйеліне арнап шығарады деп әзілдеген болатын. 2018 жылы Қаракесек шығармашылық жаңа белеске көтерілді. Ол «Жазды күту», «Уақыт», «Қадірім біл», «Жазығым не» сияқты әуендерге ресми бейнебаяндар түсірді. Бұл тыңдармандар үшін күтпеген жаңалық еді, себебі осыған дейін Омар ресми клиптер түсірмей келген болатын. 2018 және 2019 жылдары ол Қазақстанның барлық аймақтарын аралап, жүздеген концерт берді. Кейде концертке 100 адам жиналса да, Қаракесек ешқашан сахнадан бас тартпайтын. Статистика бойынша сол 2 жыл ішінде 200-ден астам концерт өткізіп, еліміздің түкпір-түкпірін аралаған. Көпшілік оны тіпті Қайрат Нұртастан кейінгі ең еңбекқор әртіс деп атай бастады. 2019 жылы «Тура жүр», «Шын айтам», «Үміт», «Ыстық үй» секілді әндері жарық көріп, жылы қабылданды. Осы жылы Қаракесек жылдың үздік рэпері атағын тағы да иеленді. Бұл уақытта тыңдармандар Қаракесек пен шымкенттік Валерай есімді рэперді жиі салыстырып. Әлеуметтік желілерде кім мықты деген таластар жиілей түсті. Екеуінің стилі бөлек болса да, тыңдармандар арасында шынайы рэп мәдениетінің қызу тартысы басталған еді. Сол жылдары Омардың жеке өмірінде де қуанышты жаңалықтар болды. Ол алғаш рет әке атанды. Сондай-ақ мұсылмандық парызын орындап, қасиетті Меккеге қажылыққа барып қайтты. 2020 жылы бүкіл әлемге ортақ пандемия басталып, жоспарланған концерттердің көбі өтпей қалды. Бірақ Омар тоқтап қалмады, үйде отырып, тапсырыспен әндер жазып, өз тыңдармандарымен онлайн байланысын үзген жоқ. Кейбір ғашық жігіттер мен қыздар тіпті оған арнайы өтінішпен хабарласып, өз сезіміне арнап ән жаздырып отырған. Осы уақытта ол шығармашылығынан бөлек Қаракесек бренді мен жейделер мен киім үлгілерін онлайн сатылымға шығарып, өз атынан шағын бренд ашты. 2021 жылдың көктемінде Омар жаңа альбом жазып, «Күй» атты 4-ші жинағын ұсынды. Онда 12 трек болды және барлығы да өз аудиториясын тапты. Сол жылдың жазында шыққан «Ауылдың қызы» әні жастар арасында ерекше танымал болды. Ал 2022 жылы «Дөңгелек», «Ақ көйлек», «Апағым», «Ушу» сияқты әндері бірінен кейін бірі хитке айналып, Қаракесектің беделін бұрынғыдан да биіктетті. Бұл жылды көпшілік Қаракесектің жұлдызы жанған жыл деп атады. Сол жылы тамыз айында жарық көрген «Гүл» әні музыкалық платформаларда жарты айдың ішінде ең көп тыңдалған туынды болды. Бұл ән тек жастар емес, ересек буынның да сүйікті композициясына айналды. Әннің әсері соншалық, әлеуметтік желілерде, телеарналарда, тіпті танымал блогерлер арасында да түрлі трендтер мен челлендждер тарады. Осы кезеңнен бастап Қаракесек үлкен сахнаға, эстрада жұлдыздарының қатарына бір жола енді. Ол «Гәкку дауысы» 2022 концертінде «Гүл» әнін орындағанда бүкіл көрермен бірге қосылып, зал толы қолдау білдірді. Танымалдық артқан тұста ол эстрада жұлдыздарымен де дуэттер орындай бастады. Мысалы, Жігер Ауыпбаевпен бірге «Элегия», «Калифорния» және «Уақыт» атты әндерді жазды. Бұл бірлескен жұмыстарда жоғары бағаланып, Қаракесектің көп қырлы орындаушы екенін тағы бір дәлелдеді. Сол жылы ол «Қызық премиясы» жобасында жыл жаңалығы номинациясын жеңіп алды. Қаракесектің өнер жолы ауылдан шыққан бір жігіттің табандылық, еңбек және адалдық арқылы миллиондардың сүйіктісіне айналған шын өмірлік тарихы. Ол ешқашанда өз қарапайым болмысынан алыстамады. Сол себепті де халық оның әр әнін жүрекпен қабылдайды.
өзі орындады. Оның әндерінен шынайылық, өмірдің ащы-тұщы сәттерін сезінуге болады. Музыкасындағы әр дыбыс жүректен шыққан әуен. Жас орындаушы өзінің талантымен көпшілікті таң қалдырып, түрлі музыкалық байқаулар мен жобаларға қатысып, өнер қайраткерлерінің оң бағасын алды. 2023 жылы Қаракесек көптеген ауқымды концерттерде өнер көрсетіп, ел аралап, арнайы шақыртулар мен түрлі сахналарға шықты. Сол жылы Ермек Беспаевтың жобасы болған кавер жол бағдарламасында Төреғалидың Таңғы Мұзар тобының Сен келерсің және Мейрамбектің Сүйектен жөндөр әндеріне кавер орындап, тыңдарман мен қазылардың жоғары бағасына ие болды. Оның ерекше тембрі мен орындау шеберлігі қазақ эстрадасына жаңа тыныс алып келді. Қаракесектің кавер нұсқалары тыңдармандар арасында тез таралып, нағыз хитке айналды. Ал 2024 жылы жарық көрген Үзіп алып орамалды және Сахара Платини секілді жаңа туындылары тіпті тыңдармандардың сүйіктісіне айналды. Бүгінде Қаракесек жаңа әндер жазу үстінде және алдағы уақытта жеке ән жинақ шығаруды жоспарлап отыр. Бұйырса, отандық эстрада жұлдыздарымен бірлескен дуэттер де тыңдарманға жол тартпақ. Қаракесектің бір концертке шақырту бағасы шамамен 1 миллион теңгеден жоғары болса, шетелге шақырту алған жағдайда қаламақысы 2 миллионнан асады. Ал алғашқы жылдары, яғни 2015-16 жылдары ол бар жоғы 50 немесе 100 мың теңгеге өнер көрсететін. Сол кезде қарапайым киіммен таксиге мініп, концертке бара беретін, ал кейінгі қалаға автобуспен кететін. Бұл оның қарапайымдылығын, атаққа мастанбаған мінезін көрсетеді. 2023 жылы ол арнайы шақыртумен Моңғолиядағы қазақтарға концерт беріп қайтты. Бірақ кейбір көрермендер оның тұйық мінезін салқындық деп қабылдап, түсінбей қалған. Кейін ұйымдастырушылар түсіндірме беріп, Омардың шынайы өмірде де өте сабырлы әрі тұйық адам екенін айтты. Бұл туралы ол Қызық премия жобасында да ашық айтып, тұйық мінезін әкесінен алғанын бөліскен еді. Қазіргі таңда Қаракесектің Instagram парақшасында 400 мыңнан астам жазылушы бар, ал YouTube арнасындағы қаралымдар саны 500 миллионға жуықтаған. Бұл өнерпаздың шынайы еңбегінің нәтижесі. Жеке өмірінде Омар жұбайы Альбинамен және 2 баласымен бірге тұрады. Ол отбасын көпшілік назарынан алшақ ұстайды және жеке өмірі жайлы сұхбат бермеуді жөн көреді. Сондықтан оның әлеуметтік желідегі фотолары да аз. Қаракесек қазақ музыкасына жаңаша леп, ерекше стиль алып келген музыкант. Оның әндері лирикалық, терең мағыналы және рухани әсерлі. Әр туындысы тыңдарманды өз ой әлеміне жетелейді. Бүгінде оның әндері тек жастар емес, ересектер арасында да кеңінен тараған. Көптеген кафелерде, таксилерде, тіпті шетел қазақтары арасында да жиі естіледі. Қауесет жайлы. Жақында әлеуметтік желілерде Қаракесек туралы түрлі расталмаған ақпараттар, соның ішінде анашамен ұсталды деген қауесеттер тараған болатын. Алайда бұл мәліметтерге ешқандай ресми дереккөз тарапынан дәлел келтірілмеген, сондықтан шындыққа жанаспайды деуге негіз бар. Омардың жақын таныстары мен продюсері бұл хабардың жалған екенін айтып, желідегі өсекке сенбеуге шақырған. Бүгінде Қаракесек шығармашылығын жалғастырып, жаңа бағыттарда тәжірибе жасап жүр. Тыңдармандар сүйікті әншісінен жаңа хиттер мен бейнебаяндар күтуде.